Сәлеметсіздер ме? Мен сіздерге бүгін осындай әдемі жасты оп-оңай қалай тігіп алу керек екенін көрсетемін. Ол үшін мен видеомды соңына дейін қарап, егер ұнаған болса лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал олай болса, бастайық. Мен сіздерге мынандай құрақ ленталарын оңай сызып, оңай қырқуды үйретемін. Егер сіздерге түгі төмен қарап тұрма, жоқ жоғары қарап тұрма айыру қиын болатын болса, онда матаны созып көріңіздер. Бұлай созған болса, значит, ұзындығынан созылмайды, қатты болып тұрады. Міне мынау тігінен созылады. Ал бізге ұзындығынан қию керек. Және де қыздар оңай сызып алу үшін, міне қараңыздар, қазір видеоны жақындатып көрсетемін. Осындай жолақшалар бар, мата жолақшалар бар. Солардың арасына ручканың басын қойып, басып тұрып сызамыз. Міне қазір мен сіздерге тағы бір көрсетіп жіберемін. Міне мен сіздерге тағы да жаймен асықпай тағы бір рет көрсетемін. Жолақшалардың арасына ручканы қоясыздар да басып тұрып сызып кете бересіздер. Бір қолдарыңыз үйренсе, тез сызатын боласыздар. Және де өзім қолданатын ленталарды қырқуға, лента қырқудың екінші жолы мен линейканы қолданамын. Осындай темір линейка 50 сантиметрлік өте ыңғайлы. Осылай қойып сызып кете бересіздер. Лентамның ені 2 сантиметр 2 миллиметр. Мен тек қана осындай ленталарды қолданамын 2 сантиметр. Негізі 3 сантиметрлік ленталарды қолдансаңыз да әдемі көрінеді. Ортадағы оюды қию, жабыстыру, паутинкамен жұмыс, флизелімен жұмыс менің каналымда бар. Жоғары жаққа немесе төменге описание бөліміне мен сілтемені қалдырып кетемін. Сол жерден қарасаңыздар болады. Және зигзагтап тігудің жолы да бар. Жалпы бұл оюдың өлшем бірліктері осындай. Инстаграм парақшамада сілтеме қалдырамын. Ол жақта менде бірнеше әдемі осындай дайын оюлардың шаблондар бар. Сол жерден көшіріп алсаңыздар болады. Ал мен қазір астар ретінде міне флизели материалын қолдандым. 53-те 53 етіп қырқып алдым. Менің жастығымның негізгі өлшемі 50-де 50 болу қажет. Мынау 53-те 53 сантиметрлі флизелинді мен негізгі мынау ортадағы оюға жабыстырып алдым. Және де мынау ленталарым ені менде 2 сантиметр. Бірінші осылай қойып аламыз. Жай әрекетпен сіздерге көрсетемін. Бірінші тігінді бастағанда міндетті түрде қолмен айналдырыңыздар. Бірден машинаның лапкасын басып тігіп кетсеңіздер, машина тез құриды. Міне бірінші лентамыздың соңғы жағына жетіп қалдық. Тағы бір осы жерде лайфхак. Міне лапканы көтердік. Лентамызды аштық, қолымызбен үтіктеп жазып жібереміз. Аштық та. Және де мынау инесін ақ пен көктің ортасына қоямыз. Жақындап көрсетемін. Ақ пен көктің ортасына қойдық. Келесі жолы реверс, яғни артқа қарай жүруді басамыз да, артқа қарай бір рет жүріп аламыз. Бұл біздің оюымыз түзу әрі бүйтіп қисық шықпау үшін қажет. Енді осы жерге екінші лентамызды беттестіріп қойып, жалғастырып тігіп кете береміз. Мен сіздерге қазір бір қатарды жүргізуді асықпай көрсетемін. Келесі қатарларды да дәл солай осы қарқынмен аяқтайсыздар. 50-де 50 көлем шығу үшін маған 5 қатар тігу қажет болды, яғни ақ пен көкті кезектесіп тігіп отырдым. Бірақ реверс жіберіп, жаңағы мынау біздің лентамыздың соңына жеткен кезде машинаны артқа қарай тігісті, артқа қарай жүргізді ұмытпаңыздар. Сонда сіздердің тігістеріңіз әдемі шығады. Және де біз бір қатарды айналдырып болған соң тағы да лентаның шетінен тігіп жібереміз. Оны да көрсетемін.
мен жазып жіберіп лентамды, және де тізген майыс астында бүктеліп қалып кетпеу үшін екінші тігімізді тартып тігіп отырамыз. Қатты тартпайсыздар, қатты тартсаңыздар ол жаңағы қисық болып қалады, тігін тартылып қалады. Бірақ енді қажетті мөлшерде тартып отырасыздар. Міне біздің көк ленталы қатарымыз бітті. Және де осы лентамызды әдемі шығады. Міне бір қолдарыңызбен лентаны, мына жүзік таққан қолмен лентаны жазып жіберіп отырмын. Екінші қолыммен кезегінің қатар санымыз біткенше жететін болады, және де келесі Міне көріп тұрғаныңыздай қыздар, өте тиянақты, әдемі шықты. Енді дәл осы қарқынмен қалған қатарларды жалғастырамыз. Міне ақ кетті, одан кейін көк тігесіздер, одан кейін ақ, көк, қажетті мөлшерде осындай кезекпен тігіп отырасыздар. Мынау артқа жіберетін реверсті ұмытпаңыздар, сонда әдемі шығады. Міне ақ лентамызды да тігіп болғаннан соң шетін айналдыра тағы бір рет тігіп шықтық. Қарап, мұқият қарасаңыздар, тігісіміз өте әдемі, ешқандай қисық шыққан жоқ. Мұндай әдіспен тігу жаңадан тігін үйреніп келе жатқан жаңа тігіншілерге де ол өте ыңғайлы әрі бір тіккеннен әдемі шығады. Міне менің жастығымның беткі бөлімі дайын болды. Енді шетіне жаңағы илелік әдемі ленталарды тігетін боламын, және де астар бөлімін тігемін. Астыңғы бөлімінің материалдарын тігу үшін мен екі түсті матаны қолдандым, ақ және көк, және де осындай бір жағы потойный, екінші жағы көрініп тұратын сыдырманы қолдандым. Барлық өлшем бірліктерді және де астар бөліміне қолданған, яғни астыңғы бөліміне қолданған материалдарымды барлық өлшем бірліктерін мен описание бөліміне қалдырамын. Енді сіз сырманы тіккен кезде мұқият болыңыздар. Екінші жағын өстіп беттестіріп қоясыздар. Оң жағын бір-біріне беттестіріп қоясыздар, яғни сырманың потайный жағы мен матаның оң жағын. Және де мынау видеода көрсетілгендей ине тура мынау замоктың түбімен өту керек, бірақ замокқа өтіп кетпеу керек. Өтіп кетсе ол ашылмай қалады. Міне тігіп болған соң осылай әдемі болып шығады. Үтіктеп жібереміз. Келесіде енді ақ материалымызды тігуіміз қажет. Ақ материал тіккенде мен осындай қалташа бөлімін жасаймын, яғни ол сыдырманың бетін жауып тұрады және ол әдемі көрінеді. Қыздар, осы жерде керемет бір лайфхакпен бөліскім келеді. Осылай өлшеп аламын, қажетті өлшем бірлікті 2 см қажет болды, және де мен мынау темір линейкамды қойып, осылай қыр түсіріп аламын. Бізге келесіде тіккенде өте оңай болады, әрі түзу әдемі шығады. Көк матамыздың оң жағынан осындай тағы бір тігіс жүргізіп жібереміз. Әдемі көріну үшін және де сырмамыз оңай ашылу үшін не тағы да жай әрекетпен көрсетемін. Міне 1-2-3 мм қалдырып тігіп шығасыз, бірақ астыңғы бөлімдегі замокқа өтіп кетпеу керек тігістеріңіз. Міне енді
ақ материалымыздың оң жағымен сыдырманың оң жағына қаратып осылай тігіп шығамыз. Қазір келесте қалташа бөлімін тігетін боламыз. Міне қалташа бөлімін осылай жаңағы бүктеп қыр түсіріп алдық қой. Енді дәл осыны теріс қаратып, сырманың шеткі бөлімінен есептеп тігіп шығасыздар. Міне сырманың ең шеткі бөлігіне аласыздар да тура сол жерден тігіс жүргізесіздер. Міне қырымыз түсті. Бұл дайын. Міне сырманың шеткі бөлігін дәл осы жерден тағы бір тігіс жүргізіп шығасыздар өлшеп. Сонда әдемі шығады. Міне қалташамыз дайын. Енді екеуін біріктіріп тігу ғана қалды. Шетіндегі ирелек ленталарды тіккен кезде осындай кішкене қайшымен өзімізге көмектесіп жіберіп отырамыз. Кейбіреулер шанышқынды да қолданады, ол да болады. Қайсысы ыңғайлы, сонысын көріңіздер. Енді екеуін біріктіріп тіккен кезде астыңғы бөліммен үстіңгі бөлімін мынау шетіндегі ирелек ленталарымызды ішке қаратамыз және кішкене сырмадан ашық бөлім қалдырамыз. Сонымен айналдыра тігіп шығамыз. Айналдырап тігіп шыққаннан соң міне қалташасы осындай әдемі аккуратно көрінеді қыздар. Мынау ақ лента шетіндегі одан да әдемі көрсетеді. Қыздар, ісмер қыздар, алтын қыздар, міне осымен біздің жастығымыз дайын. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне қалдырыңыздар. Менің каналымда түрлі тігін, тоқымадан және де басқа да лайфхактардан түрлі видеолар, мастер-класстар түсіргенмін. Егер сіздерге ұнаған болса, менің каналыма жазылыңыздар, видеоларыма лайк басыңыздар, жақсы комментарий қалдырыңыздар. Сіздердің жақсы сөздеріңіз мені шабыттандырады.